Bir бүкір адам парктың ортасынан өтіп баратса, шөптің арасынан дауыс шығады дейді, бауырым деген. Не болды деп, сен бүкірсің ба деді. Иә, бүкірмін деді. Жоқ бауырым, сен бүкір емессің деді. Қойшы деп үйіне келіп айнаға қараса, бүкір жазып қойды. Арқасы деп деген соң сразу ақсақ досына звондайды. Досым, паркте бір керемет сиқырлы дауыс бар шөптердің арасында. Айтқан тура келе жазып кетесің, баршы деп. Айтқан тура келе ме десе, тура келе жазып кетесің деп. Ақсақ ұшып отырып парктың ортасынан өтіп баратса, шөптің арасынан жаңағы дауыс шығады дейді, бауырым деген. Не болды деп, сен бүкірсің ба деп. Жоқ, мен ақсақпын деп. Жоқ бауырым, сен еще бүкірсің деп. Біреуге бақ, біреуге тақ деген. Bir bala 3 ay kanikullda Rossiyadan tuğsanlarının uyuna qadırıp bardı. Rossiyada 3 ay bu, 3 ay деген ауылына қайтты. Сөйтіп әкесі сұрап жатыр дейді, ал балам, Россияда 3 ай бұл, біраз орысша үйреніп қалған шығарсың деп. Сөйтсе баласы, конечно деп. Ал кеттік онда орысша бір деген қалай болады десе, один деп. 4 дегенші десе, один деп. 1000 дегенші десе, папам оған уақыт жоқ деп. Қазақтың балалары таза үйреніп бұл. Bir cütküsün bulur mu? Ya yıkılıyoruz da. Tamam ki var dostlar. Hayır şimdi. Burada ağzını sırtınız. Hangi otoydu bakır mı? Ya. Bir ağamız tümünden arakışıp, azal da yuxusundan durup, juyunuğa gelip aynaga qarap bildik ko'rganmiz. Bilib tursa kuxnyadan ayeli. Ermon çay iç deb tutdi. Ermon deb. O'zi tanımayman deb uradimi? Ya. Bir erkek жұмыстан келсе, әйел үйде тыр жалаңаш жүріп, күйеуі түсінді, не тыр жалаңаш жүрсің, киімің жоқ адамсың. Не киімің жоқ па не? Сенде киімнен көрмесе жоқ па? Қарадым, шипайна басшы беріп. Міне ақ көйлек, сары көйлек, қызыл көйлек қалай ер болды? Жасыл көйлек, көк көйлек деп. Құдай жатасыз, не? Тартына көйлек не? Мына жүзі не болды ма? Bir жұттың өзі болмайды. Gözler bastırınızı geliyor. Hangi bir böyle oldu? Bir ayel kuyovning mashinasini haydab, kuyovini aytadi, "Canım, mashinangning karbyuratorida suv turibdi" deydi. Kuyov aytadi, "Umash, sen mashina turib ne bilasan? Mashinaning karbyuratorida suv turmaydi. Mashinaga hayda desa, o'zingga tushib ketdi" dedi. Bir erkek vrachga ketdi, vrachga. Dәрігер мырза қатты қиналып жүріп өлетін болды. Не болды десе, 10 күн болды, бір түсті қайталап көре бермеді. Қандай түс десе, түсінде тышқандар футбол ойнап жүреді. Мен мына бәрін бір апта ішесің, жазбасын деп. Ертеңнен бастап ішсең болады ма деп. Не үшін десе, бүгін болғанда финал деп.
Жаным, сен мені жақсы көресің ба десе, қатын азынан ұрыспастамашы деп тұр. Сразу еркектерді қарсы кетесің ғой. Бір көкемізден сұрап тұрды, көкемізден. Көке, арманыңыз не деп? Көкем айтады дейді, арманым арақты қою деп. Мен қоймайсыз бе десе, үйбей, сосын арманыңыз қалай едіңіз деп. Жалпы еркектің екі ақ түрі болады екен ғой, негізі еркектің екі ақ түрі болады екен. Оты ғой еркектің. Маған келгісі келіп отырмын. Еркектің екі ақ түрі болады. Біріншісі әйелінің айтқанын тыңдайтын еркек, екіншісі әйелінің айтқанын по-любому тыңдайтын еркек. Болады екен ғой. Қойма, айтайын жоқ. Желание жоқ үйге үшін дегізі. Қазір үйге барам ғой. Есік тоқылдатам, есікті динозавр ашады. Дауыс ашшы динозавр бар ғой. Қандай? Жаным, жоғай қатын деген. Ашшы. Басында ашыққа жіберген ғой. Алдырып қалды да. Машинаға сіз қол қойыңыз деген ғой. Қоя салам ғой. Сөйтіп ЗАГСке қол қойған деген ғой. Ешкімге барамын. Қайтайын. Мен ғой жаным есікті ашып. Қайда жүрсің? Жиналыста болдым. Қайда жиналдыңдар? Дарханның гаражында. Жоқ, ішкен жоқ, сауын. Ішкен жоқ, сауын. Дархан Жандос Алмаз үшеуі арақ ішті. Мен сүт іштім. Ішлей өтіріп көргетті ма? Мақыл детский шампанский. Аш бош жабылды, мазам жоқ, шашап тұрдым. Ажырасам? Ертең азанда барып ажырасамыз. Просто қазір есікті аш. Жүр, дүниенің бәрін әкете бер, маған ешқандай дүниенің керегі жоқ. Просто машинамен үйдің ішіндегі заттарды тастап кетсең болады. Аш, мазам жоқ. Ашпай? Ашпасам ашпа, қызым ашады қазір. Дочам ашады қазір. Дочам, папа келді есікті ашты. Дочам, дочам менің дочам. Папаның сұлуы. Көрі, папа ішкен жоқ, дочам, папа сау. Дархан Жандос Алмаз тәтелердің арақ ішті, папа сүт ішті, дочам. Маған не әкелдің? Дочам. Папаң саған, папаң да келді, дочам. Бұндай папа керек жоқ. Бұндай папа маған да керек жоқ, дочам. Просто папа шашады қызым, аш есікті. Мазам жоқ, жаурады, дочам, дала суық. Тыңдамас шешеңді. Сен үніңді өшірші. Әкенің жексұрын көрсетпе сен. Өзің сондайсың. Тыңдама, дочам. Аш, қызым. Шашады папам. Ашпай? Шешесін тартып кеткен. Дочам. Шашады, дочам. Еще? Еще? Даже, еще,